Есектің қодығы. Ормандағы бір үйде есектің қодығы тұрады екен. Оның досы болмапты. Қодық ойнағысы келеді. Бірде ол «Қал қалай?» деген дауысты естиді. «Бұл кім болды екен?» деп айналасына қарайды. Сонда еденнің астынан кішкентай тышқан шыға келіп, «Мен кішкентай тышқан, сен зерігіп отырған соң бірге ойнауға келіп тұрмын», дейді ол. Содан соң қодық пен кішкентай тышқан дос болып кетеді. Қодық қатты қуанып қалады. Ол кездескендердің барлығына «Ал менің досым бар» деп мақтанатын болды. «Ол қандай дос?» деп аюдың қонжығы жақтырмай сұрайды. «Кіп кішкентай біреу шығар» дейді. Сол кезде қодық өтірік айтады. «Жоқ, менің досым үлкен, ол піл» дейді. «Үлкен піл? Рас айтасың ба?» деп қонжық сенбейді. Қодықтың сөзіне ешкім де сенбеді. Оның досын көруге аңдар жинала бастады. Олар «Ал бізге үлкен досыңды көрсет» дейді. Қодық ұялып не айтарын білмеді. Осы кезде кішкентай тышқан шыға келіп, «Қодықтың досы менмін» деді. Кішкентай тышқанды көріп аңдар күле бастайды. «Сені үлкен піл дегеді ғой, онда мына қодық нағыз өтірікші екен» деді олар. Ал қодық ұялғанынан қызарып кетеді. Аз уақыттан кейін «Я, менің досым үлкен піл, бұл жай ғана үлкен піл емес, сиқыршы піл. Қазір ол кішкентай болып тұр, өйткені менің үйіме екеуміз сыймаймыз» дейді. «Бәлкім рас шығар» деп басын шұлғыды қонжық. «Бірақ менің мұндай кішкентай болғым келмейді» дейді. Осы кезде қодық «Тышқан мен үшін кішкентай болса да, ол менің ең жақын досым. Өйткені менің досым нағыз адал дос. Біз өте көңілді өмір сүріп жатырмыз» дейді. Есектің қодығы шындықты мойындап, бұл сөздерді естіп, олардың нағыз достар екендігіне көздері жеткен аңдар үйлеріне қайтады. Содан бері орманда ешкім де кішкентай аңдарды «Кішкентайсың» деп ренжітпейтін болыпты.